Отбасымыз 2000 жылы бас қосқан едік. Өзіміз Семей өңірінен боламыз. Семейдің Абайдың тумасы болам, Абай Қарауыл жақтан болам. 2000 жылы бас қосқанбыз. 2000 жылдың аяғында қызды болдық. Аружан деген қызымыз бар. Бірінші тұңғышымыз. Онан кейін Алладан сұрап алған папасының өзінің ұлы Темірлан деген, жаңағы осы Темірлан деген батыр баламыз бар. Онан кейін Алла берген 3 бауыры бар. Темірлан, айттың ғой, өте зерек бала болды. Мен үшін жаңағы выбор дейміз ғой, анықтап алу, мысалы, бір жолды таңдау деген мысалы, бізде болады. Бұл балаға маған қиын болған жағы, бала өте зерек болды. Жәнегі күші тасып, көшеге шығып, кез келгенмен күш шайқастырып, жеңіп келіп, ол бір басқа өте зерек болды. Бірінші сыныпқа барды, бала 5-ке оқыды. Бірден 5-ші сыныпқа дейін бала деген алғыр, кітапты ашады, кітап бетін қарамай барып, мен бар 5 алып келдім де, сондай зерек болды. Оқытпадық, мысалы, бөлімімізді беріп, әлге, просто ойлаймын, біздің бойымызда бір ынта болды ма, сол балаға берілді ма деп. Аллаға шүкір, бақытты анамын деп ойлаймын. Қарағайдай азаматым бар, қолдайтын, спорттан мүлде тысқары адам емес, өте жақын болғандықтан бірімізді қаспен көзбен оқып қоятын азаматым тұрғанда, жәнегі алтындай 5 балам тұрғанда, оның ішінде Қабанбайдай ұлым, Абылайдай балаларым тұрғанда, жәнегі алтындай ұлдарым, қыздарым тұрғанда, мен өте бақытты анамын. Бәріміз мықтымыз, бәріміз жігерліміз. Соны тек қана ұштастыра білу керек. Мысалы, тек қана карьера қуып, отбасын тастап, мен отбасын бөлек әлем деп алып тастап, тек қана карьерама кетуге, олай да болмайды. Бұл өмірде, бұл өмірдің қызығы бала-шаға, бұл өмірдің қызығы отбасы. Отбасы, бала, ананың, әкенің, бүкіл әлемнің тірегі отбасы. Сол үшін мына жақты да, мына жақ есікті де қамалын ұстап, ортадағы әдемі балансты ұстап тұрсақ, жақсы жүреміз. Оразамызды бокспен ашып, оразамызды бокспен жабамыз деп ойлаймын өзім, өйткені біз деген сол темадамыз. Өйткені біз өте үміт күтіп жүрген жандармыз ғой. Мен түсінбей, жолдасым ұқпай, ондай жоқ, біз бір-бірімізді кім еді, анау еді, мынау еді деп бүкіл боксерлардың аты жөндерін жатқа білеміз. Бүкіл боксшылардың тренер, жаттықтырушылар кім бар? Анау осылай жүрген, аналар ана залда екен ғой, аналарыма да барлығына хабардар болып отырмыз. Қазір енді мектептен 1-2 жылдай ұзап қалдым. Өйткені әлде хабардамын, бірақ мен сол салада жұмыс істеп жатырмын. Мектептен тыс басқа ағылшын тілін, басқа курста жұмыс істеп жатырмын, бірақ өзіме ыңғайлы графикте. Бірақ та балаларды өте қатты жақсы көремін, жеткіншектерді жақсы көремін. Олармен жұмыс істеу маған өте қызық. Жұмысында да жеткіншек балалар, еліктің лағындай ұл қыздар, сол балаларға махаббатымды беріп, өз үйіме келіп, өз балаларыма махаббат беру деген мүмкін емес, бермеу деген мүмкін емес. Екі жақты тең ұстап, екі жаққа бірдей қарап, жұмыс жасап, өмір сүріп жатқан жағдайымыз бар. Бір спортшыны көріп қалсам, ырымдаймын. Ұлыма осындай кісілердің жолын нәсіп ет. Темірланымның төгіп атқан терінің, ақталатын күнін нәсіп ет. Бізге жақсы күндер нәсіп етсін. Қазақ еліне батырлар, үлкен тұлғалар нәсіп етсін деп, еліміздің амандығын, батырларымыздың амандығын, азаматтардың амандығын тілеп жүргендіктен, жәнегі өзімді Аллаға шүкір, кез келген ана солай ойлайды деп ойлаймын. Жалғыз мен емес, бірақ та ана ол әлем. Ана ол бір ғана сөзбен әлем.